Рахмет. Таңшолпан төрінде әнші Аллажар Қайбар және Иманәлі Аллажарұлы. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Әсем әндеріңіз үшін көп рахмет. Енді студиямыздың төріне жайғасайық. Төрлетейік. Желіңіз төрлетейік. Ағаңмен әппен төрлет деп отыр, төрлетейік. Кім? Иманәлі ортаға отыра ғой. Ал, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Микрофон қойып қойдыңыз, да? Иә, қойып қойыңыздар. Әндеріңізге көп рахмет. Жалпы бұл дуэт қанша жылдан бері жұмыс істеп жатыр? Жыл болғанда осы Таңшолпан бағдарламасына таңертең келіңіздер деп шақырғаннан кейін, сосын осы Таңшолпанға бағдарламасына арнайы жаздық. Бүгін тұсауы кесіліп жатыр. Енді тұсауы кесіліп жатыр. Алдында мен өзім жеке орындап жүрген болатынмын. Сосын Иманәлі армандап жүретін, осы әнді сізбен бір айтсам деп, әкеммен бір айтсам деп. Сосын осы бүгін арман орындап отыр екен ғой. Иә, таңғы бағдарламаға беріпті ке, сонымен орындап жатырмыз. Енді аға алдағы жыл, осы 2022 жыл балалар жылы. Иә, осы жыл аясында енді балаларға көптеген шығармашылықтан болсын, спорттан болсын, мемлекет тарапынан көптеген көмектер көрсетіліп, дәл осы бағытта біраз ұйымдар жұмыс істейтін болады. Енді осы ретте мен Иманәлінің алдағы болашақтағы бір арман жоспарлары жайлы сұрағым келіп отыр. Осы өнер саласында бола ма Иманәлі? Әлде енді бала болғаннан кейін қазір бұлар губка сияқты ғой, бергеннің бәрін сорып ала беретін. Бәріне беріп жатырмыз, болашақта не болатынын көреміз, бірақ өнерге де жақын, спортқа да жақын, жалпы шығармашылық адамның баласы көбінеге жақын болады екен ғой, сезімтал болады. Негізі дипломатиялық жағын қарастырғанбыз өзімізше, IT технология жағын қарастырдық. Биыл балалар жылы дегеннен кейін біздің мемлекетіміздің бір балаларға жақсы көңіл бөлгені, бүкіл үйірмелер тегін қылып жатыр ғой қазір. Өте жақсы болып отыр. Сонымен қазір шет тіліне де барады, күреске де барады, музыканы өзіміз үйретіп жатырмыз. Яғни толыққанды барша жан-жақты қамтып жатырмыз. Қамтып жатырмыз, қолымыздан келгенше. Енді Иманәлі дәл қазір өзінен сұрайық. Иманәлі өзіңе қай былай айтқан кезде мамандық жақынырақ? Өнер саласы ма? Технология, робототехника деген жақын. Яғни болашақта бір инновация Қазақстанды шетелге бір жаңа бір құрылыс арқылы болмаса бір жаңа бір құрал арқылы танытқым келеді дейсің ғой. Иә, мен өскенде инженер болғым келеді. Тамаша. Өскенде бұл айтады, біздің түркі ағайындарымыздың құрастырған байрақташ сияқты үлкен. Сондай үлкен құрал құрастырам дейді. Ал енді ән бұл яғни бір хобби ретінде, жанның қалауы ретінде, жүре беретін дейді. Жақсы көреді әнді. Жақсы көргеннен кейін қалып тастамайсың ғой. Ән айтып жатсаң қасыңа келеді. Мамасы жаңағы президент оркестрінде қызмет жасағаннан кейін көптеген шет мемлекеттердің өкілдері келіп жатқанда, сол шет мемлекеттердің әндерін орындап беріп жатады. Сол мамасы қытайша жаттап жүрсе, бірге қытайша жаттап алады. Беларусша дайындалып жүрсе, бірге беларусша жаттап алады деген сияқты. Қытайша біледі. Қытайша біледі, оны алдында бір келгенде тағы орындап бергенбіз. Осы жолы бұл мамасы беларусша дайындалып еді, қосылып беларусша жаттап алды, беларус тілінде. Тамаша. Және де Иманәлінің осы абай оқуларына қатысып, біздің дана ақын Абай атамыздың қара сөздерін, өлеңдерін жатқа оқитын жақсы білеміз. Бүгінде қанша өлеңін білесің, Иманәлі? Мен бірнешеуін білем, 10 шақты, 20 шақтыдай білем. Енді біздің көрермендерге жаңа тамаша соңғы даусынды тыңдадық. Бір өлеңнен, поэзиядан көрермендеріңізге тарту етсек қалай, бола ма? Иә, поэзиясын қара өлең, қара сөз. Қара сөз бе? Қара сөз. Бірінші қара сөз. Тамаша, кеттік ал. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрін баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан? Көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздерінің керегенше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын, өзің түгел көре алмайтұғын, ұры залым тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Қылым бағу жоқ, қылым бағырға да, қылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге өтерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғаның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйік.
софылықтың бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өздері ілгері өмірінің білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бал, не қылып дерімді біле алмай отырмын. Не бұл деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыр ойладым, осы ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жазайын. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде кім керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Тамаша, керемет. Шынымен Алажарға өте бақытты әкесіз. Өлеңге әркімнің бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсын, қазақтың келістірер қай баласы дейді. Шынымен егер біздің ұрпағымыз дәл осындай болса, еліміздің болашағы жарқын деп білеміз. Көп рахмет. Енді мен өзім бір 5-ші сыныптағы кезеңімді еске түсіріп отырмын. Шынымен мен де 5-ші, 6-ші сыныптары Абай оқуларына қатысып, Абайдың өлеңдерін жаттап, поэзияға бір құмар болған жастардың бірімін. Шынымен бір сол кезеңдерді мен де осындай кішкентай болдым ба, дәл осылай оқыдым ба деп бір керемет сәттер көз алдыма елестеп отыр. Енді өзіңіздің шығармашылығыңызға тоқталып отырсақ, алдағы уақытта бәлкім Иманәлімен дәл осы бір дуэтті әрмен жалғастырып, неге десеңіз, өзіңіз тұрған бір бөлек, қасыңызда кішкентай бүлдіршіңіз тұрып, әдемі бір дуэт болған, көзге бір жағымды, көзге бәрі сүйкімді болып көрінеді екен. Сол себепті бәлкім дуэт ретінде бір алдағы жоспарлар бар шығар. Өткен жол студияда жүрген кезде жанып тұр, енді студияға келгенде. Жастың аты жас қой, бала жанып тұр, микрофонды көреді, қуанады, рахаттанады жаңа студияға келгенде. Суда жүрген балықта еркін, ән айтқанында еркін айтады. Сосын ой келді, неге жазбасқа деп. Тағы бір ән жазып көрейік, әке мен бала деген ән жазайық деп ойладық та. Сонымен композитор жігіттермен сөйлесіп, ретін келтіріп қойдық. Бұйырса тағы бір сол ән жазып көреміз, әке мен бала деген. Аналарыңызды ұмытпаңыздар. Әке мен бала. Аналарымызды ұмытпаймыз ғой. Енді жалпы кейбір кездерде осы технология саласын айтып жатыр ғой, инженер боламын деп, дәл сол бір мамандықты, дәл сол бір саланы дамытып жатса да, тілге кейбір кезде көп сәттерде шорқақ болып жатады, бірақ десе де дәл осылай міне Абайдың қара сөздерін, Абайдың өлеңдерін жаттап, ертең ол салаға да мол үлесін қосып, қазақ еліне танымал азамат болса, яғни кез келген сахнада емін-еркін шұрайлы тілімізді таныта білет деген ойдамыз. Иманәліге тағы да мен алғысымды білдіргім келіп отыр. Иманәлі, енді бір қара сөзді естідік, бір поэзия мүмкіндік болса. Е? Қай өлең? Абайдың өлеңдерін жалпы 2 жасынан бастап жаттады ғой. 2 жасынан бастап жаттады да, содан кішкентай кезінде сыртынан түсіріп отырдық видеоға. 2 жасынан бастап жаттады. Мен ештеңе түсінбегенмін ғой. Өскеннен өзіне видеосын көрсетсе, өзі сол 2 жастағы кезін білмейді ғой. Сол Абай атасын сол 2 жасында жаттаған 1-2 шумақ өлеңін. Айтып берейін ба? Ал кеттік, мархабат айт. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Тамаша, тамаша, керемет. 2 жасында сонда Абай өлеңдеріне 2 жастан бастап қызыға бастаған ба? Сонда Абай өлеңдерін 2 жастан бастап бұлан білмейді қонша. Жоқ, енді 2 жастан бастап оқи бастаған, жаттай бастаған. Қолымызда кітап алып, дастарханның үстінде отырған кезде, шай ішіп отырғанда, залда отырған кезде қолымызға домба алып, жаңағы Абай атамыздың өлеңдерін ыңылдап айтып отырамыз ғой. Сонда бірге қосылып айтып отырады бұл. Сосын тіл шыққаннан бастап өзі сол өлеңді, Абайдың өлеңдерін айта бастады өзі. Ойнап жүргенде айтып жүреді, сосын біз таңқаламыз, бұл қалай? Сөйтсек біздің қасымызда жүргенде әбден біз айтып жүрген дүние құлағына сіңе береді екен баланың. Біз не айтамыз, соны бала қабылдай береді екен. Тілі шыққанда сол Абайдың өлеңдерімен тілі шықты ғой бұл. Тамаша. Енді балалар жылы аясында жаңа айтып қалдық, көптеген үйірмелер тегін болып жатыр деп. Жаңа күреске де қатысады деді, қателеспесек. Спортқа, күреске қатысасың, бір жарыстарға қатысып жүрсің ба? Жоқ, жарыстарға қатыспады. Бұл күреске барған кезде пандемия басталып кетті. Сонымен онлайн сабақ болды, күресі де бәрі қалды. Күрес онлайн болып қалды. Енді қайтадан биыл жанданып жатыр ғой. Бұл өз пандемия болғалы 2,5 жыл болып кетті ғой. Бұл алдында 5 жасында апарып беріп едік, балаға сәл болыңқырамайды, кішкентай балаға. Кішкентай бала денесі гибкий болу үшін гимнастика беру керек екен. Содан кейін күреске апару керек екен, бой өспей қалады, дене мүшелеріне зиян болады деп сонымен бердік. Енді бұйырса биылдан бастап енді
жарыстарға қатысады, алдында жарыстар бар. Тамаша. Енді алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Осы бір екеуіңіздің дуэттеріңізді қазақ еліне танымал болып, халықтың құлағының құрышын қандыратындай әдемі хит жаза беріңіздер. Көңілімізге көтеріп, Иманәлі осымен тоқтама, Абайдың қара сөздерінің, Абай атаңның 45 қара сөзін, өлеңдерін жаттап өссең, алдағы уақытта енді әсемпаз болма, неге өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді. Бір осы өмірге кірпіш болып қаланып, үлкен азамат болатынға енді қазірден бастап болар баланы білесіздер ғой, енді бірден көрініп тұрады. Сол себепті біздің көрермендер де тамсанып сүйсініп отырған сөзсіз. Иманәлі, алдағы болашағың жарқын болсын дейміз. Сіз енді бақытты әке жанында қолдаушысы, қорғаушысы ретінде осындай дуэттерді жаза беріңіздер. Алғыс білдіреміз. Енді қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Аллажар Қайбар және Иманәлі Аллажар ұлы тамаша дуэт тыңдадыңыздар, қара сөз тыңдадыңыздар, поэзия тыңдадыңыздар, бір керемет шабыттанып отырсыздар деген ойдамыз. Энергетикаға толы бір сұхбат болды. Көп рахмет, әріптестер. Рахмет. Ардақ. Қымбатты көрермендер, ұлттық арнада Таңшолпан меймандарымызға алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгендеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Ал дәл қазір әсем ән арнайы сіздер үшін.